Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте ерекше, дәмді, жаппасай тағамның жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлық жанның көңілінен шығады. Бір жасағаннан шығады бұл тағам. Ең алдымен етімізді жақсылап жуып, 4 бұрышты майда етіп турап шығамыз. Қанша граммнан қосатынымыз описание бөлімінде жазулы тұр. Еттеріміздің барлығын майдалап турап алдып, тарелкамызға орналастырамыз. Алдын ала ашып дайындап қойған пиязымызды, бұны да 4 бұрышты майда етіп турап аламыз. Тарелкамызға орналастырып, енді сәбізімізді де 4 бұрышты майда етіп турап аламыз. Неғұрлым майда ғып туратсаңыздар, соғұрлым әдемі көрінеді тамағымыз. Картошкамызды да майдалап 4 бұрышты турап аламыз. Сладкий перец және қызанақ болса, оны да қосуға болады, бірақ міндетті емес. Үйдегі бар заттармен жасай береміз. Барлығын турап дайындап алдық. Енді қазанымызды отқа қоямыз қыздырып. Майымызды құйып, қыздыртып аламыз. Енді етімізді салып, 5 минуттай қуырып аламыз. Пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз 5 минуттай тағы да. Енді сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Неғұрлым көптеу қуырсаңыздар, соғұрлым тамағымыз дәмді болады. Картошкамызды салып, араластырып, томатный пастамызды саламыз. Жақсылап араластырып, 5 минутта қуырып, үстіне суымызды құямыз. Бетін жауып, қайнатуға қоямыз. Енді қамырымызды дайындап аламыз. Ыдысымызды алып, суымызды, тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Он сала отыра өте қатты қамыр илейміз. Неғұрлым қамырымыз қатты болса, соғұрлым дәмді болады. Видеода көргендеріңізде өте қатты қамыр иледік. Илеп алған қамырымызды пакетке 5-10 минутқа демалдыруға қоямыз. Подливімізге тұзын қосамыз. Дәміне қарай көресіздер, менің етім тұздалған. Мен көп қоспадым тұзды. Дайындап алған қамырымыздың иінін қандырып, жақсылап бір келке етіп жайып шығамыз. Қатты иленген қамырдың жайылуы сәл қаттырақ болады, жай жайылады. Бірақ дәмі керемет болып шығады. Қамырымыз езілмей, күшті шығады. Осылай бір келкі етіп, жоғағып қамырымызды жайып шығамыз. Жайып алған қамырымыздың бетіне сұйық майымызды құйып, қолымызбен болмаса четкамен жақсылап майлап шығамыз. Бір келкі етіп барлық жеріне. Қамырымызды майлап алған соң, 4 бұрышты етіп қамырларымызды турап шығамыз. Қамырларымызмен 4 бұрышты етіп турап алдық. Енді подливіміз қайнап атады, суы көп болудың қажеті жоқ. Қамырларымызды бірінің үстіне бірін қойып жайғастырып шығамыз. Майлаған бетін астынан жібереміз.
Қамырларымыз жабыспайды майлағаннан кейін. Осылай барлық қамырларымды қойып шықтым. Қамырларымызды орналастырып болып, бетін жауып 25 минутқа қоямыз. Жай отта, орташа отта қойыңыздар. Осымен дайын тамағымыз, өте дәмді. Қамырларымызды алып көре береміз. Жабыспаған мүлдем. Тарелкамызға орналастырамыз. Қамырларымызды шет-шетіне қойып, ортасына подливын құямыз. Осымен жаппасай деген дәмді тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Керемет ас, ерекше. Өз қалауларыңыздағыдай, өздеріңізге ұнағандай жейсіздер, осылай жесеңіздер де әдемі, ерекше ас.